Джеки Чан сияқты болғыңыз келді да, киноға түсіп, секіріп. Джеки Чанның фанатымын дейсіз. Біріншіден біздің Қазақстанда драматургия өттен әлсіз. Театрға соңғы кездері тек қана әдемі видео түсіру үшін келген адамдар саны көбейіп кетті, театр мәдениеті төмендеді. TikToктың арқасында қазір көрем жинап отқан театрлар өте көп. Театрда кішкентай рөл болмайды, кішкентай адам болады деді. Біздің менталитетке қарағанда отбасыларымыздың көп бөлігінде де олай ашық түрде сөйлеспейді ғой. Қайырлы күн, Банана Медиа арнасында арнайы сұхбаттар легі жалғасуда. Сіздермен бүгін студияда мен Ислам Бақтыбайұлы және менің әріптесім Бірғаным Әлиқызы. Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізге қонаққа ерекше театр актері, драматург және де сценарист Қазбек Аманжол келіп отыр. Қазбек аға, қош келдіңіз. Ақтаңыз сәлем. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй жақсы. Жағдайым да жақсы. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет. Тағы да. Жалпы дәл қазір мен бір сұрақтан бүгінгі сұхбатымызды бастап кеткім келіп отыр. Сіз өзіңізді қалай позиционировать етесіз? Яғни өзіңізді актер ретінде ме, әлде сценарист ретінде ме көресіз? Негізі мен мамандығым актер. Жазуға мен оқу барысында келдім. Ал былай баяғыдан өзім жазуға құмармын негізі. Әрине актер ретінде, өйткені мен негізі актер болғым келеді, киноға түсу үшін келгем, жалпы театральныйға. Ал киноны оқитын не жоқ. Кино школаларды оқуға болады. Біз оны білген жоқпыз. Біз ойладық кәдімгідей оқу керек шығар. Сөйтіп барса, оказывается, ол не екен? Театральный екен. Сөйтіп театральныйға түсіп кеттік. И сосын біздің арманым жалпы киноға түсу. И құдайға шүкір сол арманым бірте-бірте орындалып келе жатыр. Ал мен сценарийге келген себебімнің бірі де сол өзім жазғым келеді, өзім түсіретін нәрсені, өзім ойнағым келетін нәрсені. Ал пьеса жазуда дәл солай, мен театрда жүрген кезде өзім ойнағым келетін рөлдер болады, өзім ойнағым келетін спектакльдер. И сондай, осындай болса, осындай жанрда болса деп, сол себептен мен жазамын оны. Жаңағы айтып отырсыз, мен бірінші бәрібірде өзімді актер ретінде санаймын. Актер ретінде. Жалпы актер болу дегеніміз не? Актер болып қалыптасады ба, әлде жоқ ол бала кезінен туылған қасиет пе? Негізі актер болып қалыптасуға болады. Қалыптасу деген сөз емес енді. Мысалға, біз актерскийда 20-дай бала оқимыз ғой бір группада. И сол кезде білініп тұрады, кейбір балалар өте талантты болады. Тіпті қарасаң, ол балаға оқып қажеті жоқ. Оған прям Құдай беріп қойған тума талант. Бірақ ол тума талантпен алысқа шаппайды адам. Сол үшін білім керек, техника керек. Сол арқылы, егер де ол өзінің тума талантына қоса еңбектенетін болса, одан қазір біз танитын жұлдыздар бар ғой, көріп жүрген. Сондай мықты адамдар шығады. Ал таланты жоқ дейтін енді мүлде болмайды адамда. Адамда өтірік болсын, чуть-чуть бір пайызы болсын, адамда талант болуы мүмкін. Бірақ егер оның өзінің еңбек қорлығы мықты болатын болса, ол жаңағы тума талантпен бір деңгейге де жетеді. Мысалға, Томирис дейтін фильм шықты ғой. Шықты. Сол жақта Томиристің рөлін ойнаған актриса қазір жас сахна театрында жұмыс істеп жүр. Оның мамандығы негізі дәрігер. Сондай ғой, кажется. И ол неше жасы, 30-да ма, әлде 25 жасында ма, бірінші рет киноға түсті, сөйтіп актриса болып кетті, қазір театрда жұмыс істейді. Яғни актер болу үшін мамандықтың қатысы да жоқ негізі. Қарап тұрсаңыз, тіпті ол ештеңе оқығанда жоқ қой, мысалға, бағы жанып кетті. Бірақ ішінде жүргенде бір самозванец ретінде өзіңізді есептемейді ба ол кісі онда? Білмеймін, ол кісіні өйтпейтін шығар. Жалпы лицо дейді ғой енді, киноға түсіп жүрген адамдар театрда жұмыс істесе, ол театрдың маркетингі үшін өте жақсы нәрсе. Жаңа ғана сіз актер мамандығына киноға түсу үшін армандап келдім дедіңіз. Жалпы бұл мамандықты таңдауға кім немесе не себепкер болды? Бәріміз Джеки Чанды көріп өстік қой. Сол Джеки Чан сияқты болғыңыз келді да, киноға түсіп, секіріп. Джеки Чанның фанатымын дейсіз. Қатты емес қазір енді қатты фанат етпеймін, кішкентай кезінде. Сосын мен өзім ауылда өскем. Ауылда бізде кешкі сағат 8-де жаңағы өріске жіберген мал 8-де қайтып келеді ғой. Сиырлар, соны айдап алып келеміз. И сол кезде мен сол сиырға барып, бір белгілі бір момент жері бар, сол жерден күтіп алатын. Көлдің жағасы. Сол жерге дейін мен колесо айналып,
кувырок айналып бара жататын всегда. Просто маған ұнайтын солай. И маған атам всегда көріп, мен оны потом естідім да, атам айтады екен, мына Қазыбек всегда сөйтіп шыргөйлек айналып бара жатады, мына бала әртіс болады деп айтатын. 4-ші класс бітірдім, 4-ші классқа дейін менде бүкіл сабақтан 5 болды. Мен жақсы оқитынды да, и менің память жақсы болатын, математиканы жақсы шарит ететін. И 5-ші классқа барсам, жаңа жетекші болады ол кезде, сол айтты, Абай оқулары, Махамбет оқулары дейтін болады, который солардың өлеңдерін жаттап, жарысқа қатысасың. Сен памятің жақсы ғой деді маған. Давай сен Абай оқуларына қатыс, соны өлеңдерін жаттап алсаң, сен Астанаға барасың деді. Уже андай не қойды да, андай Астанаға барасың деген сөз ол ауылда тұратын адам бала үшін Мотивация. Шынымен Астанаға барам ба? Маған задача просто мына өлеңдерді жаттап алу. Егер жаттап алсаң, сен жеңсең Астанаға барасың. Мен конечно. Үлкен мүмкіндік дейсіз ғой. Жарайды дедім де жаттап алдым. И сөйтіп Абай оқуларына барып жүргем, жыл сайын барам. И сөйтіп мен чуть-чуть андай творческий нем ашыла бастады. И сосын маған бізде жыл сайын бір жаңа жыл болады, 8 наурыз болады, сондай мерекелерде скетч әртүрлі жайдарман, КВН, бір нысана, шаншаралардың нелерін, скетчтерін ойнаймыз ғой. Сол кезде қыздың рөлін ойнайтын адам керек болады. Қыздың рөлін, иә. И маған айтады, сен типа сахнадан түспейсің ғой, давай қызды ойнап көрсін. И сөйтіп мен ойнадым бір рет. И содан кейін уже хит болып кетті, ойбай Қазыбек қызды ойнайды. И бір нәрсе десе болды, Қазыбек сен қызды ойнайсың ғой деп. А менде өзімде желание болмайтын да, яғни балаларды жинап алып, келіндер бір нәрсе жасайық деген никогда болмаған. Қасындағы балалар айтады, и оларға қиын рөл қыз болады, маған бере салады, сосын мен соны ойнаймын. Сізге былай айтты, театрда кішкентай рөл болмайды, кішкентай адам болады деді. Сол себепті сіз үшін театрда осы әртіс ретінде қай рөлді ойнаған көбірек ұнайды? Басты рөлде ме, әлде қосалқы кейіпкер ретінде ме? Шынымды айтсам, басты рөлде ойнаған негізі қорқынышты. Потому что жауапкершілік көп та. Иә, өте көп жауапкершілік. Сен егер де сол жалпы дайындықтан басталады. Мысалға, бүгін кешке бізде спектакль. Володиннің «Сені сағындым» деген «С любви не расставайтесь» дейтін атақты шығармасы. Мен ол жақта тіпті қосалқының рөлінде ойнаймын. Иә, сондай. И мысалы менде ол жақта қатты жауапкершілік жоқ, бірақ мен оған дайындықта вовремя дайындығына келіп, дайындығына қатысып, осы жерге келіп отырмын. Ал кейбір мысалға жалпы осы спектакльде басты рөлде Митя Катяны ойнайтын актер-актрисалар бар. И олар дайындықтан тіпті 5 минут кешігіп келсе, бүкіл әріптестер бәрі де айтады. Сен басты рөлде ойнайсың емес пе? Сен басты рөлде ойнайтындықтан сен 1 сағат бұрын мына жерде тұру керексің. Сіз кешігіп келсеңіз ешкім байқамайды дейсіз ғой. Маған ондай әңгіме айтпайды. Жалпы айтып жатырмын да, мен несін айтып жатырмын. Ал әрине басты рөлде ойнаған өте сен поклон бересің ғой. Поклон бергеннен кейін көрерменнің қошеметі басты рөлдегі адамға беріледі. Иә, түсінікті болады ол, көрініп тұрады да. И сол кезде сен әрқашан басты рөлде ойнағың келіп тұрады. Енді, иә, сол кезде сол нәрсені сезінсең. Кейде мысалға сен массовкада ойнайсың, главный рөлдегілерге ойбай Ромео деп мысалға шапалақтап жатады, сен қызығып тұрасың. Мен ойнасам ба Ромео деген сияқты. И белый завис қой ондай. Ондай ештеңе болмайды. Мен ұнамаймын мына рөл, мынандай кішкентай рөл, бұған бүйтіп дайындала салайын дегенде болмайды негізі. Театрда шүкір басты рөлдерім көп. Көбінесе менде кішкентай баланың образында жасаған рөлдер бар менде. Потому что менің түрім жалпы кішкентай балаға келеді. Жасым негізі 27-де, бірақ әлі күнге дейін сондай бір несі бар, білмеймін әйтеуір. И соңғы осы болмаған балашақты спектакль қойғаннан кейін мен бүкіл режиссерларға бәріне өтініп айттым. Енді маған кішкентай баланың рөлін бермесеңіздер, ересек адаммын, и мен бір рөлдегі актер болып қалып қойғым келмейді, олай. Маған да өсу керек деп. Сөйтіп олар келісті, енді болашақтағы енді қойылатын спектакльдерде маған кішкентай баланың рөлін бермейтін болды. Ал оған дейін мысалға Антуан де Сент-Экзюпери деген атақты автор бар ғой. Соның Кішкентай ханзада деген шығармасы бар. Сол бізде моноспектакль бар, сонда мен басты рөлде ойнаймын. Яғни ол жақта ешқандай актер жоқ. Сен өзің жаңағы пилотты да ойнайсың, Кішкентай ханзаданы, түлкіні, ол жақта қанша персонажы бар? 9 персонажы бар. Гүл бар, роза. Сол барлығын ойнайсың. Сол мен үшін андай ерекше рөлдердің бірі да, жаңа сұрап отырсыздар ғой. Өйткені ол моноспектакль деген актерлардың андай, қалай айтсам екен,
актерлар, которые 10 жыл 15 жыл 20 жыл театрда жұмыс істеп жүр. Гамлетті, Ромео Джульеттаны, мысалы Абай Құнанбаевты дейікші, кез келген мықты рөлдерін бәрін ойнап шыққан. Енді ойнайын түк те қалмады. Мысалы не істейді ол? Алады да ол сахнаға өзім жалғыз шығамын дейді. Мен аламын да, мысалы мен қызды да ойнаймын, керек десең қыз болып кетемін, Гүлді де ойнаймын дейді. Сөйтеді да моноспектакльдер қойылады негізі. Ол фестивальдерге барады. Сосын жалпы бір актердің ойнап жатқанын қарау, ол да бір ерекшелік қой, мысалға. Сол себептен қойылады. Біздің театрға қойылды, бірақ мен ондай бүкіл қаншама рөлді ойнап тастаған адам емеспін. Бірақ маған режиссер сеніп тапсырды. Қазбек, сен қолыңнан келеді, сен еңбекқорлығың бар, сен шығаруға тырыс деді. Сөйтті, шықты. Қазір біздің театрда, репертуарда Кішкентай Ханзада деген моноспектакль бар. Сонда дайындықта тек қана сіз жүресіз? Дайындықта мен, режиссер жүреді. Сосын бізде қосымша 2-3 актер музыкада отырады. Яғни живой музыка, сүйемелде отырады. Солар отырады музыкамен. Ал мен бүкіл жаңағы, мысалға біз өзіме жүгіріп жүрмін. ана жаққа. Иә, сөйтем. Бір образдан бір образға ауысу керек болады, интонация, дауысын өзгерту керек болады, пластиканы өзгерту керек болады, характер өзгерту керек болады. Сөйтіп сондай. Жалпы драматургияға көшейік. Қазіргі драматургияда сізді не қызықтырады, сосын не көңіліңізді қалдырады? Қандай заттар драматургияда? Біріншіден біздің Қазақстанда драматургия өттен әлсіз. Яғни бізде білетін Мұхтар Әуезовтің, Мүсіреповтің бұрын жазып кеткен пьесалары әлі күнге дейін қойылып жатады. Бірақ мен өзім енді жас актер ретінде оқыған кезде маған ұнамайды ол. Маған ұнамайды. Мен кейде ойлаймын, ол кезде біріншіден не аз болды, жаңағы авторлар аз болды, редактура ол кезде дұрыс болмады деп ойлаймын да. Сол себептен де олар бір еліктеу болды оларда. Яғни Әуезовтің бір шығармасын оқып жатсаң, Шекспирдің бір шығармасына ұқсайды. Яғни енді ол ұқсай беруі дұрыс негізі. Бірақ анада прям, мысалға Бекежан Тибальт, Ромео Джульетта дейтін атақты шығарма бар ғой. Бекежанды Тибальт қылып, Ромео Джульеттаны Қыз жібек пен Төлеген қылып бұрмалаған. Ал негізі Қыз жібек пен Төлегеннің шығармасы Жүсіпбек Шайхислам деген кісі жазған, ол кісіні поэмасын жазған. Ол поэмасын оқыған кезде мүлде бөлек ол жақта, мысалға. Оны алады да, сөйтіп Шекспирде трагедия осындай болады, значит біз Қыз жібек трагедиясын былай жасаймыз деп солай не істеген да. Енді жалпы айтып жатырмын ғой, драматургия. Бізде сол драматургия десе сол Әуезов пен Мүсіреповті айтады. Одан кейін қазір Дулат Исабековті айтады. Кейін ол кісінің қазір көз тірі. А современный драматургтер бізде енді шығып жатыр. Кейде мен олардың да пьесаларын оқимын. Мен өзім, кейбір адамдар мысалға драматургияны оқиды. Мысалы 4 жыл мен актерский оқыдым ғой. Сол жақ драматургияны оқиды. Сосын олар ойлайды, олар өздері актер болып, ол пьесаны оқып, пьесамен дайындалып сахнаға шығып көрмеген. Потому что олар драматургтер чисто тек қана оқумен ғана көрді. И сосын олар андай сөздер жазып қояды, мысалға мен махаббаттың ғазәл залауаты деген сияқты бір сөздер болады да, мысалы, адамның миына кіріп шықпайтын. Енді ол бір жағынан жақсы шығар, бірақ енді сахнаға шығып, сен сол сөзді айтып көр, мысалға. Ладно, ол сөздің өзі нормально, ол сөздің өзі бір ерекше, иә. Кейбір сөздер бір андай өмірде сөздік қолданысқа келмейтін сөздерді жазып қояды, андай. Бүйтіп қарасаң, көркемдік тұрғыда өте әдемі, но сахнаға шыққан кезде ол не тілің бұрмаланады, не көрермен түсінбейді. Не көрермен түсінбейді, иә. И сосын андай шығармаларды қарайсың да, мысалға біртүрлі боласың. Актер ретінде, мен драматург ретінде айтып жатқан жоқпын. Сосын кейбір драматургтер өзінің ішкі ойы болады ғой. Мысалы, әркімнің ішкі ойы бар. Мысалға, мен билікті жек көремін делік, мысалға. Мен билікті мысалға жек көремін делік. И аламда мен билікті жамандаймын. И пьесам жазып қоямын, билік жаман, ана мынау неге бүйтіп жатыр, ана президент неге бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Сөйтіп пьесаны жазып қояды драматург бір. И мен актер аламда ананы оқимын да, анаға мен келіспеймін ананың айтып жатқан ойына. Даже менің ана жақтағы персонажым олай айтуы мүмкін емес. Ал оны ол өзінің ішкі нәрсесін сол драматургияға салып жібереді да. Сөйтіп пьеса өте андай бір адамның жеке ойы ғана болып қалып қояды. И сол себептен ұнамайды маған. Ал кейбір пьесалар болады,
кейбір ғана, который әлемдік нәрсені айтатын, адами тұрғыда, адами ойларды жеткізетін, ана жақта біреуге ақыл үйрететін емес, біреуді ойландыратын пьесалар болады. Вот солар ұнайды. Ал мен жазатын нәрселерім сондай нәрсе жазуға тырысамын мен, жаңағыдай біреуге ақыл айтпайыншы барымша. Сосын мен комедиялар жазамын. Иә. Неге комедиялар? Потому что мен өзім театрда комедиялар ойнаймын ғой. Сол кезде менде бір-екі мынандай ситуацияларға тап болдым. Комедия деген ол сөзді емес. Сөздік комедия ол жайдарман. Жайдарманда шуткалар болады, ол бірнәрсе деп қалады, и шутка күлкілі. Сөзбен ақ күлкілі ол. Ал комедия ол іспен де күлкілі. Драматургияда ол ситуация күлкілі болу керек та. Ситуацияда күлкілі болса, ол уже комедия болады. Ол сөзде емес, мысалы. Қазір андай кішкене қайтсам болады, қызықты болып жатқан бір тақырып бар. 018 автобус дейтін қойылым. Иә, сұхбат алдында сөйлескенбіз. Жалпы сол туралы айтып өтіңізші толығырақ. Психологиялық драма Қазақстанға қаншалықты танымал бұл жанр және сұраныс бар ма? Жазуынан бастайыншы. Бұл пьесада мен негіз ойлаған жоқпын. Бүйтіп жұрт қызығып кетеді деп, шынымды айтайын. Мен ең бірінші жаңа Тукмарды мен бізде драма KZ дейтін Алматыда пьесалардың, авторлардың, драматургтердің жарысы бар. Сол жаққа пьесаны жібересің, ол жақта бір 50-60 шақты пьеса барады, ол жақта отырып оқиды, сөйтіп іріктеп 5-6 пьесаны іріктеп алады. Мынау пьеса, бұны театрға қойылуға болады деп. Сол кезде мен Тукмармен ең алғаш сол жақта көрінгем. Содан кейін келесі жылы осы 018 автобусты жіберген мен. Қалай болады екен деп. Сол кезде ол жақта Тукмардан да ол жақта фурор болды. Яғни ол жақта барлық ана жақтағы студенттер, актерскийда оқитын, даже театроведтер андай, мынау кім деп, андай, кімнен жазған деп. Олардың барлығында көз ойы болған, сақал өскен, жасы біразға дейін келген адам жазған шығар деп, жаңа 018 автобусты. Өйткені сол жақтағы, білмеймін әйтеуір, ойлар сондай адамның көзқарасынан жазылған деп ойлаған. Өмірді көрген адамдар. Деп, иә. Ал мен ойлаймын, бір ондай бір қатты ештеңе болған жоқ деп. Мен ол жақта бірден идея маған қызық болды, негізі. Мен ол жақта ойлаған жоқ, мен психологиялық драма жазып жатырмын. Мен мынандай бір идеяны арқалап, соны айтқым келеді деген ой болған жоқ. Маған ол жерде идея қызық болды. Қандай идея? Жолда бір автобустан, мен өзім сол автобусқа міндім. Мен оқуға бара жатырмын. Колледж, университет. Өз оқиғаңыздан жазған неңіз ба бұл? Онда ештеңе болған жоқ, мен бәрін ойдан шығардым. Бірақ мен сол автобусға міндім. Мартук дейтін Аққайын деген ауылынан Мартук дейтін ауданға дейін автобуспен барамыз біз. Баяғыдан бері барып жүрген автобус ғой ол. Мен соған міндім де, жолда кетіп бара жатқан кезде екі қабат әйел отырды. Біреулер өсек айтып, енді ауыл ғой енді. Әркім біреу өсек айтып отыр, біреу бірдеме істеп отыр. Мен ана жерде студентпін. Ана жерде информация барлығын қарап отырдым да, қазір мына автобус бар, аударылып қалса не болады дедім. Сондай, жалпы құдай сақтасын де. Сондай бір ой келді да. Бірден телефонды алдым да, так, автобус осындай, ішінде екі қабат әйел болады обязательно. Сосын бір студент болады ішінде. Сосын бір өсек айтып отқан біреулер болады, анау-мынау. Шофер болады, сөйтеді да, бұл автобус барып бір жерге аударып қалады дедім. Сөйттім. Идея содан келді, автобустан түсем, мен ағам күтіп алды. Түстім да, кел заттарын көтерейін деді, заттарын алдым. Аға көтеріңізші дедім да, бүйтіп. Қаншама жыл мініп жүрген автобус болса да, мен бүйтіп номерін қарадым, номерінде 018 деп тұрген. 018 автобусты жаза салдым, солай. Ары қарай үйге келдім да, ананы енді, ол бірінші идея ғой келген. Одан кейін енді уже ары қарай дамыту керек. Сосын ол, жалпы ол обычный бар автобус бар аударылып қалатын, жай ғана обычный банальный история болмау керек. Ол не болу керек? Значит, бұл болып отқан оқиға уже болып біткен. Бұл соттың алдында, жаңағы өлім сотының алдында, бұл ешқандай дінге қатысы жоқ. Жалпы өлімнің сотының алдында каждый жаңағы персонаждар ақталып жатыр. Ақталып, өз-өздерін ақтап, жұмаққа, тозаққа баратындығын айтып жатыр. Мен кінәлі емеспін. Мен ана жерде бір молда да бар, даже өліп қалған мысалға. Бизнесмен де бар ол жақта. Біздің осы жалпы
ел деп алатын болсақ, кез келген тап өкілі, кез келген мамандық мысалға ана жақта бар. Яғни 08 автобус деген ол біздің қазіргі әлеуметтік ортамыз. Жалпы студенттік театрларға деген көзқарасыңыз қандай? Студенттік театрларға көзқарасым неге жақсы? Себебі атақты бір кісі айтқан театр көбейсе түрме азаяды деген сөз бар. Ол өте күшті сөз негізі, өйткені мәдениет дамиды деген сөз. Ал мәдениет дамыған жерде ластану, адамның бұзылуы азаяды. Сол себептен ол өте жақсы нәрсе. Тем более театр көбейсе. Россияда Москваның өзінде, барлығы емес, бір Москваның өзінде 300-ден астам театр бар. 300-ден астам. Біздің Қазақстанның өзінде ғана 56-дан көп па, қазір сондай. Бір Қазақстан бойынша, анау бір Москваның өзінде, мысалға 300-ден астам театр. И ол театрлардың кейбіреуі осындай студенттік театр болып ашылған. Даже профессиональный актерлар емес, сондай өздері жиналып басталған. Сөйтіп ол үлкен театрларға айналды. Несі бар? Осында театрлар үстіп басталады, сөйтіп ертең бұл да бір үлкен бір театрға айналып кетуі ықтимал. Әбден мүмкін. Қазақстанда онда театр санының аз болуына халық кінәлі ма? Театрға сұраныс көрсетпей жатқаны жоқ, әлде биліктен проблема бар ма деп ойлайсыз? Жоқ, биліктен ешқандай проблема жоқ шығар. Өйткені мысалы қазір бізде Алматыда театр өте көп. Сосын тәуелсіз театрлар көп, частный театрлар. Яғни олар өзінің айлығын көрермендердің билеті арқылы табады. Ал мемлекеттік театрларда айлықты мемлекет береді. Театр көрерменді тарта алу керек қой. Олардың функциясы сол ғой. Қызықтыра алу керек. Егер қызықтыратын болса, театр неге, көрермендер неге келмейді? Көрермендер келеді. Қазір көрермендер керісінше осы соңғы 23 және 24 жылдары көрермендер керісінше театрға ағылып жатыр. Кәдімгідей. Күшті бір спектакль қойылса, ол спектакльдің бір моменті бір тиктокқа, инстаграмға, жаңағы рилстан бетіп кетіп қалады, актуальныға. Соны көреді де, тіпті билеттер, Алматыда, Мүсірепов театрында билеттерді перекупщиктер сатып алып, қымбатқа сатып атар екен. Сондай деңгейге дейін жеткен мысалға. Ол жақсы ғой мысалға. Сондықтан үкімет керісінше қолдайды негізі. Бірақ осы жайында бір актердің жазбасын оқып кеткен, қазір есіме түспейді. Театрға соңғы кездері тек қана әдемі видео түсіру үшін келген адамдар саны көбейіп кетті, театр мәдениеті төмендеді деді. Осы орайда егер біз бұл мәдениетті қалыптастырғымыз келсе, онда бұл іс-әрекеттерді азайту керек па? Жалпы қазір театр. Мысалы мен спектакль ойнаймын. Спектакль ойнап болғаннан кейін үйге барып телефон шыққан кезде исторический белгілеген деген нелер тұрады ғой, сені белгілейді. И әртүрлі көрермендер белгілейді. Сонда қарап кейбір адамдар болады. Мына адам бүгін спектакль қарады ма деп ойлап қаласың. Өйткені сен ең бірінші шыққаныңды түсіріп алған, одан кейін түсіріп алған, ортасында түсіріп алған, жылап атқаныңды, күліп атқаныңды, соңында поклон бергенге дейін түсіріп алады ана кісі. Ойлаймын, ана өзі жалпы театрға не үшін келді деп. Адам театрға келу үшін, наоборот, сен күнделікті тұрмыс тіршілік қой, бытовуға ғой немесе телефон. Содан сен алыстап, ана өмірге еніп, ана жақта атмосфераны сезініп, демалып қайту үшін арналған ғой негізі. Кейде бүйтіп қарайсың да, лучше телефонды сөндіріп тастаған дұрыс қой деп. Мен өзім барған кезде телефон сөндіріп тастаймын. Бірақ кейде андай адамдарға ескерту керек, осындай театр болып жатыр деген сияқты қылып түсірсе дегендей. Кейде соның арқасында, мысалға, жаңа берілгендердің арқасында басқа бір адам көреді де келеді сол. Сол жағынан ол плюс негізі. Оны мойындау керек. Қазір солардың арқасында, сол тиктоктың арқасында қазір көрермен жинап отқан театрлар өте көп. Сондықтан сен ештеңе дей алмайсың. Соңғы кездері зорлық-зомбылық туралы ақпараттар, жаңалықтар көп тарап кетті. Осы орайда сіздің ойыңызша бақытты отбасы ол қандай? Зорлық-зомбылықтар көбейіп кетті. Жалпы ол бәрі неден басталады деген әңгіме кетеді ғой. Бәрі ол бүйтіп отырып әңгіме айтпаудан басталады. Яғни біз мысалға өзімнің жаңа отбасымнан мысал келтірсем, біз өте көп обсуждать етеміз. Өзіміздің отношениемізді бір проблема болып қалса, біз оны сен өйтесің анау емес, ол неден пайда болды деген нәрсені талқылап аламыз біз. Саналы түрде. Соны талқылап алып, соның сен шетін шығарып алсаң,
онда сен ешқандай агрессия, ешқандай ұрыс керіс жаңағындай болмайды. Сондай әңгіме айт, жай қарапайым ғана әңгіме айтпағанның кесірінен ол нәрсе жинала береді. И бір күн алады да ешқандай нәрсеге қарамай айқай шу етеді. И кейбір еркектерде андай бір инстинкт болады ғой, мысалға көп ұрысқанды қаламайды да олар, сосын физически қол жұмсауға тура келетіндер болады. Енді ол еркектің әлсіздігі негізі. Мен өзім солай қараймын. Әйел адамға қол көтерген болмайды деп санаймын мен. Тіпті оған ренжіткеннің өзі қате деп мен сондай пікірдемін. И сондай жағдайлар болады. Оның барлығы неде? Отырып дұрыстап әңгімелеспегенде. Дұрыстап ақылдасып әңгімелеспегенде. Жалпы бұндай әңгімеге қоғам дайын ба? Біздің менталитетке қарағанда отбасыларымыздың көп бөлігінде де олай ашық түрде сөйлеспейді ғой, көбінесе ұрыс қалады. Оны менің ойымша мәдениет қалыптастыру қажет деп ойламайсыз ба? Бір жағынан сол мәдениет қалыптасу қажет, бірақ андай бір не бар ғой, ажырасу статистикасы дейді да. Бір адам зерттепті, мен атын ұмытып тұрмын. Осы Қазақстанда 91 жылы тәуелсіздік алған кездегі мысалға 50 мың адам үйленсе, 39 мың адам ажырасып кетіпті 91 жылы. 91 жылы. Одан кейін 2000 жылдары естіген 50 мың адам естісе, 40 мың адам ажырасып кетіпті. 2016-да сөйтсе, оказывается, біздің Қазақстанда 91-ден 2024-ге дейін статистика дәл сол қалпы тұр екен, оказывается. Ондай бір ештеңе. Ондай ештеңе бір 10 мыңдап, 20 мыңдап өзгеріс жоқ. Мыңдап сондай ғана. Почти дәл сол. Яғни ол бізде бұрын қалай болса, әлі күнге дейін дәл солай болып келе жатыр. Значит, бірнәрсе өзгерту керек. Не өзгерту керек? Жаңағы дұрыстап әңгімелесу керек. Дұрыстап жаңағы Европада, білмеймін, Европаны айтпай ақ қойыншы, жалпы кез келген жерде сөйтіп обсуждать етіп, келісіп, сыйластық болу керек қой адамда бір-бірінде. Сыйластық қой өшіп кететін, содан кейін болатын шығар. Махаббат өшіп кетті дейді ғой. Жалпы махаббат ол деген талант сияқты ғой. Адам таланты болады, потом еңбектенеді, жетістікке жетеді. Сол сияқты махаббат болады, ары қарай сыйластық жаңағы. Сол ары қарай отбасыға қарай ұлғайтып жібереді ғой, сол нәрсе. Қазбек аға, алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбат беруге, әңгімелесу үшін келгеніңіз үшін көп рахмет айтқымыз келеді. Жалпы сұхбат өте керемет болды. Рахмет сізге. Сіздерге де үлкен рахмет. Мені неде Инстаграмда жазып жіберіпсіз ғой, біз танымал адамдармен сұхбат алып жатырмыз. Мен айтамын, танымал деген, сен точно қарадың ба сен деп ішімнен ойладым да, бір ондай бір әлі танымал бола қойған жоқпын. Бұйырса бәріміз танымал болғымыз келеді. Неге болғымыз келеді? Потому что театрға көрермен жинау үшін. Яғни танымал адам театрда ойнаса көрермен барғысы келеді ғой. Яғни бұл жерде контекст былай ғой, танымал емес, тани алатын, танитын адам болу керек. Сіздерде ма? Жоқ, негіз айтам да. Танымал емес, сені танитын адам болу керексің. Түсінікті. Екеуі екі түрлі дегенде ғой. Түсіндім. Сол сияқты, енді сіздерге үлкен рахмет. Мен үшін де бұл өте қызық болды. Жалпы не істегенім бұған дейін, не жасағанымды да өзіме бір ойлегеннен өткізіп өтуге де өте керемет болды. Еске салуға. Сіздерге де сәттілік. Жақсы, ертең болашақта бір үлкен бір бағдарламаларда сол жақта жүргізуші болсаңыздар, мені шақырыңыздар. Сол кезде мен келіп осы бүгінгі болған туралы айтып беремін сіздерге сол кезде. Көп рахмет. Олай болса, құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгінгі бізде қонақта болған танымал әрі талантты театр актері, драматург және сценарист Қазбек Аманжол. Ал студияда жұмыс жасаған Бірғаным Әлиқызы және де мен Ислам Бақтыбайұлы, келесі эфирде жүздескенше. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.